21 наурыз күні Наурызнама бойынша ынтымақ күні болып саналады. Осыған орай қаланың орталық алаңында Наурыз береке бастауы атты кең ауқымды мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Ұлыстың ұлы күніне арналған думанды мереке ұлттық дәстүр мен заманауи өнерді ұштастырып, қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлады. Ұлыстың ұлы мерекесі, Наурыз мерекесі біздің Жарқайың ауданында өтіп жатыр. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Наурыз жыл басы, молшылықтың, кеншіліктің, бар байлықтың құт берекесі. Барлық Жарқайың ауданының тұрғындарына, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық пен бар байлықты тілеймін. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Жүрген жерлеріңізде сапарларыңыз оң болсын. Мерекелік бағдарлама салтанатты прологпен басталып, сахна төріне шыққан жаршылар ұлы көштің келуін жырға қосып, жұртшылықты Наурыз мейрамымен құттықтады. Қазақ халқының ежелгі көш дәстүрін жаңғыртқан көріністе ұлттық киім киген қариялар, аналар, өнерпаздар мен спортшылардан құралған керуен алаңға сән салтанатымен кірді. Бұл көрініс көпшілікке ерекше әсер қалдырды. Әрқашанда отбасына амандық тілеймін, ойлаған армандарына, мақсаттарына жетсін. Балалардың немерелеріне үлкен жігіт болып, солардың қызығына тоймай қызықтап жүре берсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Алла тағала осы наурызға жете берейік. Мінекей Рамазан айының оразамызды ұстап, мінекей Наурыз мейрамына келіп те қалдық. Осы Алла тағала жылда осылай тек қана жақсылыққа, осындай Наурыз мейрамдарына кездесе берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар халыққа тілейтін денсаулықтары мықты болып, елімізге тыныштық болып, соның қызығын көре берейік. Іс-шара барысында ұлттық өнерге кеңінен орын берілді. Жарапазан айтылып, халық әндері шырқалды. Ал қара жорға биі мен заманауи флешмоб көрермендердің ықыласына бөленді. Сонымен қатар сахнада Қыдыр ата мен Омай ана бейнелері көрініс тауып, елге ақ батасын беріп, бірлік пен берекеге үндеді. Ақ жаулықты әжелер аластау рәсімін жасап, шашу шашып, жиналған жұртшылыққа ізгі тілектерін арнады. Мерекенің ресми бөлігінде аудан әкімі құттықтау сөз сөйлеп, тұрғындарды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Ол өз сөзінде Наурыздың татулық пен жаңарудың символы екенін атап өтті. Құрметті жерлестер, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Әз Наурыз жаңару мен жақсылықтың мерекесі. Осы күндері табиғат, тіршілік жаңарады. Халқымыз бұл мейрамды әрдайым жақсы ниетпен, ақ тілектермен қарсы алған. Наурыз ұлтына, дініне қарамастан баршамызды бір дастархан басына жинайтын мейрам. Наурызнама бойынша бүгін ынтымақ күні. Бұл күні ел болып, бірлігімізді көрсетіп, Наурызды бірге атап өтеміз. Осындай мерекелер халқымызды жақындастырып, татулық пен бірлікті нығайтады. Концерттік бағдарлама аясында жергілікті өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар ән мен биден шашу шашып, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Фольклорлық ансамбльдердің халық әндерінен поппурри мен би ұжымдарының өнері мерекенің ажарын аша түсті. Салтанатты кештің қорытындысында жүргізушілер жиналған қауымға ақжарма тілектерін арнап, бірлік пен татулықтың маңызын ерекше атап өтті. Осылайша Наурыз мейрамы қала тұрғындарын бір алаңға тоғыстырып, ұлттық құндылықтарды ұлықтаған береке мен жаңарудың жарқын үлгісіне айналды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын ағайын.